Адам өмірінің 3/2-сін жұмыс пен ұйқыға арнайды. Тек бір бөлігін ғана отбасымен бірге өткізеді. Сүйікті ісімен шұғылданады. Біреулер мұны компьютер мен теледидар қарауға, енді біреулер спортқа арнаса, үшіншілер ерекше хоббимен айналысады. Қазақмыс қызметкерлерінің арасында жұмыстан қолы қалт еткенде, алтын уақытын сүйікті ісіне арнайтын азаматтар аз емес. Виталий Швецов осындай адамдар қатарына жатады. Ол жер астында өздігінен жүретін қондырғыларға сервистік қызмет көрсету басқармасында электрослесарь болып жұмыс істейді. Ауысымға шыққан кезде ол Тора қондырғысын жөндейді. Жұмыстан кейін зергерлік әшекейлер жасайды. Процесс это надо в определенную кислоту опускать, очистить, отполировать. Әрине, бұл біртұтас процесс. Оны белгілі бір қышқылға салып, тазартып, жылтыратып, егеу қажет. Процестің қалай жүретінін көрсетіп беру үшін тасты мынаған саламыз. Міне кішкентай сақина жасадық. Әрине, оны ұсақ-түйек элементтермен безендіру қажет. Я повторюсь, что еще его элементами украшать надо. Швецовтардың үйін шағын мұражай деуге болады. Мұнда Виталий Швецов жасаған зергерлік бұйымдар да, асыл тастар мен ұсақ-түйек жиналған тастар да, оның зайыбының қаламынан туған картиналар да бар. Я смотрю, у Валерия Николаевича очень много друзей, которые живут в Валерийдің Сатпаев қаласында тұратын достар өте көп. Олар негізінен үйлерінде отырып теледидар қарайды, газет оқиды, және ешқайсысының хобби жоқ. Шынында әртүрлі қызықты шаруа көп қой. Бірдеңе жинауға болады, мәселен филателия. Ағаштан да көп дүние жасауға болады. Қараңыздаршы, ол да осы ағаштан бастады. Фотода, мотода, радио мен фотосурет те бар. Бірақ асыл тастар оның өмірлік сүйіктісіне айналды. Тастардан әшекей жасау біздің кейіпкеріміздің сүйікті хобби ғана емес. Ол бос уақытында осыны ермек етеді. Бұл іспен шұғылданғанда тынығып бір жасап қалады. Біз алдағы уақытта да Қазақмыс қызметкерлерінің сүйікті істері туралы міндетті түрде әңгімелейтін боламыз.